Әлемді алаңдатып отырған коронавирус індеті біздің елде де айналып өтпеді. Ендігі міндет осы ауруды таратпау және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Соған сәйкес Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 16 наурыздан бастап ел аумағында 30 тәулікке төтенше жағдай енгізілгені туралы үндеу жария етті. Мемлекет басшысы бұл індетпен күресуге толық мүмкіндігіміз бар екендігін баса айтқым келеді. Бұл қиындықты бәріміз бір халық, бір қоғам болып міндетті түрде еңсеріп шығамыз деді. Жарияланған төтенше жағдайға сәйкес мектеп оқушылары демалысқа жіберілсе, студенттер қашықтан оқыту жүйесіне көшіреді. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде де бұл шаралар жүзеге асырылуда. Барлық қауіпсіздік шаралары сақталынды, тиісті жоспарлар бекітілді. Айту керек, оқу орнындағы 6 факультетке тиесілі барлық ғимараттарда алыстан оқыту желісі бұған дейін қосылған болатын. Өткізген семинар сабақтарда ұстаздар алыстан оқытудың қыр-сырын меңгерді. Қазір осы үйренгендерін қызмет бабындағы қажеттіліктеріне жаратуда. Күні бүгін ақпараттық желіде 363 оқытушы мен 5092 студент және түрлі бағыттағы 925 дәрістемелер тіркелген. Желіде барлық мамандықтар бойынша оқу әдістемелік материалдар, электронды оқулықтар, бейне аудио лекциялар, практикалық семинарлық тақырыптар бойынша қажетті бағдарламалар енгізілген. Сейчас загрузка идет для очного отделения студентов, которые имеют базовое образование в школу, так как по положению они не имеют права обучаться дистанционно, но в связи с пандемией мы их переводим на дистанционный режим. И преподаватели в связи с этим весь учебный материал перевели в электронно-учебно-методический комплекс. И в этой форме все это загружается уже для студентов. Поэтому преподаватели у нас обучены, они готовы и работают в обычном режиме.